киносының туады. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қазақ киносының атасы Қазақстанның мәдени өмірі деп аталады. Қазақстандағы кинематографтың қалыптасуы. Қазақстан аумағындағы алғашқы киносеанс 1910 жылы болды. Бірақ бұл коммерсанттардың ақша табу мақсатындағы кәсібі болғандықтан ол елде кино өнерінің таралуына да, кино индустриясының орнауына да әкелген жоқ. Қазақ киносы Қазан төңкерісінен кейін пайда болды. Алғашқы кинохроника 1925 жылы түсіріле бастады. Қазақ киносының атасы Шәкен Айманов. Шәкен Айманов 1914-1970 жылдары өмір сүрді. Өмірбаяны. Айманов Шәкен Кенжетайұлы 1914 жылы 15 ақпанда Павлодар облысынан Баянауыл ауданында дүниеге келген. Шәкен Айманов қазақтың әйгілі актері, режиссер, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері. Шәкен орта мектеп бітірген соң Семейдегі педагогикалық техникумға оқуға түскен. Осы кезден бастап театр өнерімен әуестенді. 1933 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театрға жұмысқа қабылданды. Осы театр сахнасында 20 жылда еңбек етіп, әртістік шығармашылығын шыңдады. Алғашқы рөлді Погодиннің «Менің досым» пьесасында ойнады. Кейін Қодар, Жамбыл, Алдаркөсе, Қобыланды, Сатин, Отелло рөлдерін ойнады. Театрдың бас режиссері болды. Ол қазақ театр мектебін қалыптастырды. 1953 жылдан бастап қазақ кино өнері саласында өнімді еңбек етті. Қойған көркем суретті фильмдері «Махаббат туралы аңыз», «Дала қызы», «Біздің сүйікті дәрігер» тағы басқалары. Шәкен Айманов қойған Абай спектакліне 1952 жылы мемлекеттік сыйлығы берілді. Марапаттары: Қазақстанның халық артисі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, КСР халық артисі, КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты деген марапаттары болды. Шәкен Айманов актер ретінде алдымен кейіпкерінің жан дүниесін ашуға және соған лайықты ұтымды әрекет қимылдар жасау шеберлігімен ерекшеленсе, режиссер ретінде шығармаға көркемдік идеялық мазмұнын дарытуға, ұлттық ерекшеліктердің бояуын қанық етуге, заман мен қоғам туралы философиялық ой толғам жасауға айрықша мән беріп дарынды суреткер. Шәкен аса дарынды суреткер, актер, ойшыл режиссер ретінде қазақтың сахна өнері мен кино өнерінің қалыптасып шыңдалуына айрықша ықпал еткен, өшпес із қалдырған дара дарын иесі. Я твой, я в тебе говорю я с любовью, казах я рождением, Москвы гражданин. 1963 жыл. Мәскеу төріндегі кездесу. Бұл шаһарда өтетін халықаралық кинофестиваль Венеция байқауынан кейін деңгей жағынан әлемдегі екінші фестиваль. Байқау болған соң бақ пен бап қатар шабады. Бірақ Кеңес одағының киносы жүлде алу керек деген байлам алдын ала жасалған. Үміткерлердің арасында жұртқа көп таныла қоймаған Федерико Феллинидің 8,5 деген көркем дүниесі де бар. Байқау қорытындысы бойынша шешуші дауыс дәл осы италиялық режиссерге бұйырады. Ал оған осы жалғыз дауысты берген қазақ режиссері Шәкен Айманов. Өйткені ол саясатты ешқашан өнерден биік деп бағалаған емес. Осылайша үшінші рет өткен Мәскеу халықаралық кинофестивалі өз мәресіне жетеді. Қазылар алқасының төрағасы советтік режиссер Григорий Шухрай байқау қорытындысын жариялайды. Жүлде италиялық режиссер Федерико Феллиниге бұйырып, оның 8,5 деген кино туындысы бас бәйгені иеленеді. Ол өнерді жеке бастың мүддесі мен саясаттан жоғары қойды. Адам жанын бірде күлдіртіп, енді бірде күңірентіп, сан сезімге жетелейтін сиқырлы өнерден артық руханиятта байлық жоқ. Әсіресе өткен ғасырдың орта шенінде өнер саңлақтары салған сара жол әлі күнге дейін өзінің өзектілігін, өміршеңдігін жойған жоқ. Милые девушки, позвольте сообщить главное. Амаров, Тайлак Амарыч, 28, казах, холост, высшее, учитель. Нет, не был, не состоял. Адрес вам известен. Мама называет меня ангел в тюбетейке.
Тебе не холодно? Что вы, совсем нет? Мой шапан волшебный. Смотрите, как просто. Холод в эту дыру входит, а в эту выходит и улетает. А мне тепло. Тақиялы періште, алдар көсе, атаманның ақыры, атамекен. Бұл көрерменін алғашқы минуттан ақ баурап алып, соңына дейін тапжылтпай тамашалауға тартатын кино туындылар. Қазақ киносының алтын қоры саналатын көркем фильмдердің авторы, атақты режиссер, бір туар дарын иесі, Қазақфильм киностудиясының жетекшісі Шәкен Айманов. Қазақфильм қалашығының енді бой түзеген кезі. Ауласына бауырлас елдердің кино саңлақтары отырғызған жас көшеттер жасампаз достықтың, көп ұлтты кеңес мәдениетінің символы іспетті. Сұрақтарға жауап беру арқылы бекіту, яғни сабақты бекіту кезеңіне келдік. Бірінші сұрақ: Шәкен Айманов қай жылы және қайда дүниеге келді? Шәкен Айманов кім? Орта мектеп бітірген соң қайда оқуға түседі? Осы кезде ол немен әуестенеді? Қай жылы ол қазақ драма театрының құрамына алынады? Осы театрда Шәкен неше жыл еңбек етті? Театрда ол кім болып жұмыс істеді? Шәкен алғашқысында қандай рөлдер ойнады? Қай жылдан бастап кино өнері саласында еңбек етті? Шәкен қандай суретті фильмдері бар? Ол Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік драма театрының сахнасында неше жыл еңбек етті? Шәкен Айманов қойған Абай спектакліне қай жыл мемлекеттік сыйлығы берілді? Міне, сіздер алдында мәтінмен танысқан болатынсыздар. Шәкен Аймановтың өмірбаянымен, кинорежиссерлік рөлдерімен барлығымен. Енді сіздерге бекіту сұрағы бойынша тапсырмалар берді. Осы 12 сұрақ төңірегінде сіздер жауап беретін боласыздар. Егер де мен режиссер болсам деген тақырыбына шағын шығарма жазу дейді. Сіздер өздеріңіз бағана таныстыңыздар, әркімнің өзінің бір белгілі мамандыққа деген құштарлығы, ниеті болады. Сіздер болашақта өздеріңіз бір мамандықтың иесі боласыздар. Әркім өз мамандығын таңдайды. Сол кезде егер де мен режиссер болсам, тақырыбында міне сіздерге мәтін берілді, шығарма жазу. Енді қазір өздеріңіз бір 20 минут ішінде шағын ой толғауларыңызды жазатын боласыздар.
Үшінші рет өткен бүкіл одақтық кинофестиваль аяқталып, Мәскеуден оралған Шәкен Айманов Феллиниге дауыс бергенін, ондағылардың кешпесін түсінеді. Мәскеуге аттанардың алдында ғана оның есім сой жоғары деңгейде марапатталатын өнер саңлақтарының тізімінде болатын. Нақтырақ айтсақ, Шәкен Ленин орденімен марапатталуға тиіс болатын. Алайда белгісіз себептермен награда алушылардың қатарынан алынып тасталады. Әйтсе де, Айманов әпербақан биліктің бұл шешіміне аса көп мән бермейді. Ол үшін биліктің марапатынан көрі, көрерменнің көзайымына айналған еңбегі мен сол бұқараның махаббаты маңызды. Ал мадақ пен марапат оның өмірінде онсыз да аз болған жоқ. Совет одағының халық артисі Шәкен Айманов СССР қорғаныс министрлігінің құрметті кубогын ала тұрып, кино мен әдебиет қызметкерлері бұдан бұлай да жауынгерлер талғамына лайық жаңа шығармалар береді деп уәде етті. Айтпақшы, ол Ленин орден бәрібір алады. 1967 жылы Айманов атамекен туындысы үшін осы марапатқа ие болады. Баян Батыр. Баян Слу. И, наконец, вещий баян. Баян Улыщев. Правильно, баян. Баянауыл. Шәкен Айманов түлеген киелі топырақ. Ол осы қасиетті топырақта 1914 жылдың 15 ақпанында дүниеге келген. Кенжетайдың ұлдары Әбдікәрім, Шәкәрім, Әбдірахман бәрі өнердің ортасында өскен. Әнге құмар әкелері домбырасын қолынан әсте тастамайтын. Әке көрген оқ жонар. Оның бойындағы өнер кейін ұлдарына дариды. Аққалейін аталып кеткен Әбдікәрім күйсандықтың құлағында ойнаса, Кәукен аталып кеткен Әбдірахман опера әншісі, актер, театр режиссері. Ал Шәкен аталып кеткен Шәкәрім атаңызға айналған кино саңлағы. Шәкен әкесіне әмеңгерлікпен үйленген шешесі Жамалға қатты ұқсайтын. Баянның баурайында өткен балалық шақпен туған жердің әсем табиғаты Шәкеннің жанын жастайынан ақ сұлулыққа құмар етеді. Есейе келе өз өскен өлкеге жиі ат ізін салып, тау тасынан рух алып қайтатын. Төбенің басында жалғыз қалып, жазиралы далаға тесіле қарап, тұңғиыққа шомған сәттерінде ол талай кино туындының суреті мен кейіпкерлерін дәл осы жерде ойлап тапқандай әсер қалдырады.